Так, в общем, Сәке, сол жаңағы айтқандай ғой. Бір айдан жеткізіп берем ақшаны, жарай ма? Бір ай күтесің енді. Марат, біз олай келіскен жоқпыз ғой. Бір айың не? Мен ауылға кетуім керек, балаларға киім алуым керек. Сәке, не болды соған сонша? Айттым ғой саған, бір айдан кейін берем ақшаңды, қайтарам, түсіндің ба? Ақша жоқ просто менде конкретно қазір. Көп дейін жоқ қалтада. Ақша бар ма, жоқ па енді, ол сенің проблемаң ғой. Еткен еңбегім жемесе. Қойшы. Басты қатырмаш, қаяқтағы еткен еңбек. Қабырғаның бәрі қисық, обойың дұрыс жабыстырылмаған. Как будто бірден кейін тындырған сұрақ сөйлемеңдерші осы. Обойлар дұрыс жабыспа, сонда мен оны жыртып тастайын. Сапар, сен айтқан сөз түсінбейсің ба не? Әлде сен басқаша сөйлесу керек па? Надо будет бермеймін ақшаң, түсіндің ба? Бірден істей аласың ба маған? Ақшаңмен қоса кетшей. Қысақсын жеу, қазіргі кезде бұл өте үлкен проблема деп айтсақ болады. Адамдардың өзара бір-бірін алдап, шын мәнінде кейбір құрылыс нысандарында, күзет мекемелерінде болсын, өзінің маңдай тер нәпақасын ала алмай жылап жүрген адамдарды біз көптеп кездестіреміз. Осы орайда пайғамбарымыз не деді? Саллаллаху алейхи уассалям, қысақсын оның тері құрғамай тұрғанда беріңіздер дейді. Бұл деген сөз пайғамбарымыз айтып отыр. Сіз құлдың еңбек ақысын біреуге еңбек жұмыс істеткізгеннен кейін сіз оның ақысын дер кезінде беру керектігін білдіреді. Бұл жерде қараңыздар, адам мен Алланың арасындағы жағдай, ол Алла субхана тағаланың ұлылығы, мейірімділігіне қатысты. Алла тағала мейірімді, рахымды. Ол қаласа құлын кешіреді, қаласа азаптайды. Бірақ сіздің бұл жердегі мәселе адам мен адамның арасындағы жағдай. Егер адам мен адам өзара бір-бірімен ризашылықпен келіспейтін болса, Алла тағала оның күнәсін кешірмеймін деген. Слово абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Вы можете оставить голосовое сообщение после сигнала. Брат, Сапар деген жігіт танисың ба? Сапар. Егер адам мен адам өзара бір-бірімен ризашылықпен келіспейтін болса, Алла тағала оның күнәсін кешірмеймін деген. Көке, осы бір әлгі өткенде жылқы сатам деп жатыр едіңіз. Ана баланы оққа сүрем деп, соң кішкене қысылып атырып ақша керек болды. Сол алатын адам бар ма жейді? Соны мене қалсам, көке. Бірақ енді бір өтініш, осында сізде жүре берсе, жайла берсе. Жүре берсін. Жылқы деген өзінің аяғымен жайлатын мал ғой. Өз жерде жүре берсін. Өсет, көбейет. Рахмет онда, көке. Сапар аға, мен сізді біраз уақыт іздедім. Шыны керек, осы питаққа қанша рет келдім, таба алмадым аға. Не болып қалды? Мен немін іздеп жүрсің? Не, тағыдан үйіңі жөндетіп алып, ақшасын бермей қуып жіберейін деп жүрсің ба? Жоқ аға, как раз соны берейін деп келдім. Жүріңші. Үйінді қайтарсын, қайтармайсың мен. Жоқ аға, оны қайтару үшін бір жерге бару керек. Срочно барамыз да келеміз аға. Ақшаңызды қайтарамын, жүріңізші, өтініш. Бәленбай уақыт өтіп кеткеннен кейін, менің басымды қатырмашы, уақытым жоқ. Ақшаңмен қоса. Аға, ертең ол менің басыма қарыз болып кетеді. Аға, жүріңізші, өтініш. Енді Сапар аға жүрсеңші. Сәке. Сен мені қайдап келдің? Сапар аға, қарызды жылқымен қайтарсам қалай болады? Жылқы? Қарызды қайтарғым келген екен. Келісім бойынша бере берсейші? Жоқ, келісім бар аға. Мен сізге 600 мың қарыз едім ғой. Сол 600 мыңға сіз таппағаннан кейін мына жерден 3 бие сатып алғам. Сол міне қазір 6 жылқы болды. Егер алып кетем десеңіз, қазір алып кетсеңіз болады. Жоқ, осы жерде өссін десеңіз, оны тағы өзіңіз білесіз. Солай аға. Ассалаумағалейкум нағашы.
Уағалейкумассалам жиен. Қалыңыз қалай? Берекет. Жылқылардың иесін алып келдім. Қош келіпсіңдер. Сапар аға жүрсеңізші енді. Жылқыларыңызбен таныспайсыз ба?